Сәлеметсіздер ме? Көркем еңбек пәні ұстаздары және оқушылар. Бұрын соңды да мен бірнеше видео роликтер салған болатынмын. YouTube каналында да, TikTokта да. Енді бүгін де сіздерге туториал салғым келіп отыр. Жұмыс барысында мектепте көптеген әртүрлі жұмыстардан кейін қалдық материалдар қалып жатады. Соның ішінде мына ПВХ, аракалдар көп қалып жатады. Және жылдам бір жұмыстар жасағым келеді. Бұрын соңды да мен YouTube каналында телефон қойғыш жасаған болатынмын. Міне мынандай телефон қойғыш. Оның көлемі әртүрлі бола береді. Біреу үлкенді, кішілі, міне мынау кішілеу, мынау үлкендеу. Мынау мысалы планшет қоюға арналған болса, ал кішілеуі ол телефон қоюға арналған. Менің бүгінгі көрсетейін деп отырған сізге мынандай телефон қойғыш. Бұған көп материал керек емес. Бірінші, бұның өзі неден тұратындығын айтып берейін. Оған мынандай ПВХ-ның 2 қабат қылып салды. Міне мұнарада көрсетілген 2 қабат, себебі мықты болсын деп. Екіншіден, екінші материал үстіндегі дөңгелек тетік бөлшектері, олар міне мынандай қылып, мынандай жолақты, соны майыстырып, бұрап, мынандай құрылғының көмегіменен бұрап, сосын пайдаланып жатамыз. Ол ешқандай қиындық туғызбайды. Ары қарай енді қажетті құралдары да керек. Оған пышақ, мысалға қайшы, аракалдарды кесу үшін сызғыштар керек. Енді қауіпсіздік ережесіне мен оргстекло қойып қойдым, астына қолменен ұстамас үшін. Желім суперклей, кішкене қауіпті, бірақ сақтықпен пайдаланса болады деп ойлаймын. Ары қарай енді осы материалдарды жасау үшін мен түстері де әртүрлі бола береді. Ол әртүрлі аракалдарды пайдалана отырып жасауға болады. Енді осыны қалай жасағаным. Міне мен екеуін күні бұрын сіздерге дайындап қойдым. Екеуін бірін-біріне желімдеп дайындап қойдым. Енді осының үстіне дайындап қойған 2 тетік бөлшегімді, оларды да әдемілеп қойдым. Әрине шеттері кішкене өткірлеу болады, ПВХ болғасын пышақпен кеткенде соларды тегістеп жіберуге болады. Мынандай темірдің, болмаса ағаштың көмегіменен шетін тойтарып жіберсеңіздер өте жақсы болып шығады. Мен мынаның да шетін тойтарып жіберіп жатырмын. Оңай, шеттері өткір болып кетеді қолды. Материал өзі жеңіл. Мінекей мен оны қай жерге қоятынымды ұстадым да, белгіледім де, клейді құя қойдым. Мінекей клейді құйдым да, клейлеп тастадым. 3-4 секунд, соның ішінде желім қатып үлгереді. Мінекей мен екеуінде желімдеп тастадым. Міне менде мынандай болып шықты телефон қойғышым. Енді қалай орналастырылады? Ол міне мынандай әдіспен орналастырады. Ол еркін, мінекей пайдалануға өте ыңғайлы. Бұлай қойса да болады, оны көлденеңінен, мінекей тігінен қойса да пайдалануға өте ыңғайлы, өте жеңіл, пайдалануға өте қызықты деп ойлаймын. Міне бүгінгі дайындаған сіздерге менің лайфхагым осы. Назарларыңызға рахмет.